Қаржылық мониторинг агенттігі Ұлытау облысы бойынша департаменті электронды тұтыну жүйелер вебтерді заңсыз өткізу, сондай-ақ төлем құралына заңсыз қол жеткізу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізуде. 2024 жылдан бастап Сәтбаев қаласының тұрғыны әлеуметтік желілер арқылы вебтерді сатуды ұйымдастырған. Өнімдерді сату қашықтан жүзеге асырылып, жеткізілім курьер арқылы жүргізілген. Вебтерді сатудан түскен қылмыстық кірістерді заңдастыру мақсатында күдікті дроп схеманы қолданған. Ақшалай сыйақы үшін ол үшінші тұлға дропердің атына рәсімделген мобильді қосымшасына қол жеткізген. Тінту барысында 500-ден астам веб тәркіленді. Ұйымдастырушыға қатысты бұлтартпау шарасы ретінде үйғама қолданылды. Сот санкциясымен оның банк шоттарындағы 30 миллион теңге көлеміндегі ақшалай қаражатына тыйым салынды. Қазақстан Республикасы қылмыстық процессуалдық кодексінің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді. Еске саламыз, 2025 жылғы қыркүйектен бастап Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде дроперлік үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген. Атап айтқанда, банктық шотқа төлем құралына немесе сәйкестендіру құралына заңсыз қол жеткізуді беру, тапсыру немесе алу, сондай-ақ үшінші тұлғалардың мүддесіне материалдық сыйақы үшін заңсыз төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру қылмыстық құқық бұзушылық. Қылмыстың ауырлығына, әрекеттердің сипатына және алынған пайданың мөлшеріне байланысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 232-де 1-ші бабы бойынша айыппұлдан бастап мүлкін тәркілей отырып 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.